Ол жарылғыш Трансамерика пирамидті жанап өтіп, Сан-Франциско бұғазына барып құлады. Біз қайта жарты әлемді құтқарып қалдық. Мұның бәрі топтыңшыларының атышулы лаңкеске зымыранды іске қосу кодын өз қолдарымен бере салудың кесірінен. Дұрыс айттым, агент Брент. Мен қандай да бір істің барысын егжей-тегжейін басшылықтың рұқсатынсыз жария ете алмаймын. Өткен аптада бұл топ Кремль аумағына енді. Міне, жарылысқа дейінгі Кремль. Ал мынау одан кейінгі сыйқы. Мен қандай да бір істің барысымен егжей-тегжейін басшылықтың рұқсатынсыз жариялап түсінік бере алмаймын. Комитет жаңа басшылық тағайындамайынша сіздердің бізге айтарларыңыз жоқ сияқты, солай ма? Ережені мен жазғам жоқ, Ханли мырза. Төраға мырза, қауіпті миссия тобы астыртын тыңшылық ұйым ғана емес, сонымен бірге күмәнді, әрі бетімен кеткен ұйым дер едім. Ашықтықпен бақылаудан шығып кеткен ескі тұжырымдарды ұстанатын топқа жатқызар едім. Төраға Олай мырза. болса, бұл топты таратып, жұмысқа мырза. жарамды тыңшыларды орталық барлау басқармасына ауыстыратын кез келді. Төраға мырза, қауіпті миссия тобы бақылаусыз 40 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Біздің Төраға әдіс мырза. тәсілдеріміз қалыптасқан үлгіге сай емес. Әркез мінсіз қызмет Бізде дей тәртіп алам, бар, оған соған таласпаймын. бағыну Алайда керек. біздің топ болмаса. Комитет тобыңыздың әлемдік қауіпсіздікке сіңірген еңбегін мойындайды. Алайда, орталық барлау басқармасының директоры Ханли мырзаның баяндаған жайттарын ескер отырып, сіздердің бейберекет әрекет еткендеріңізді және хаттама ережелеріне бағынбағандарыңызды байқауға болады. Менің пайымдауымша, қызметтегі әдіс тәсілдеріңіз кездейсоқтыққа саяды, ал көрсеткен нәтижелеріңіз қай жағынан алып қарасақ та көңіл көншіте қоймайды. Оны да мойындау керек. Олай болса, қауіпті миссия тобы бүгінде өз маңыздылығын жоғалтқан сияқты. Мұнда неге келдің? Мұнда не істеп жүрсің деймін? Ол сені несіне алып қалды екен? Кім ол? Мұнаның не қылған адам екенін білгім келеді. Алдымен кісенді шеш. Сонда көрсетем. Винтер. Менің атымды білесің бе? Яник Винтер. Сен сынықшы деген лақабатпен танымалсың. Ең қызығы, сені осыдан 3 жыл бұрын ресми түрде өлдіге санаған. Айтпақшы аяқ киімің керемет екен. Оныкі емес. Сенікін айтам. Бізге бұны өлтіруді емес, азаптауды бұйырды. Адам әрқалай азап шегеді. Дегенмен өзі мықты екен. Оңай берілмейтіні көрініп тұр. Орнымды тартып алады деп қорқасың ба?
Кеткенің дұрыс. Әйтпесе бұдан зорғысын көресің. Дұрыс айтады. Кеткенің жөн. Қаншалықты шымыр екеніңді көрейік. Абайла Яник.